Саламатсыздар ма? Менің атым Айсара. Дандалайн компаниясында июль айында келдім, 24-ші жылы. Сонан әр адамда жаңағы ауырған жері бар ғой. Сонымен маған 2 операция керек болды. Жаңағы онкология почти жаңа молочных желез, сосын печендегі өтте тас бар. Сонымен 2 операцияны істеу керек деп жанталасып жүргенде осы Дандалайн компаниясына жолығып, осы қыздардан информация алып, қой қымбатта болса не істеймін, жанымнан не аяйым деп, сонымен мен бастап июль айынан бастап іше бастадым. Бірінші бастағаным жаңағы магний водород. Сонымен қарасаңыздар, молочных желез соншама қанша, міне көрсетілгенде, міне қарасаңыздар, қаншама молочный железде не тұр. Соңғы 10-шы ай, 24-ші жылы 10-шы айда түскенімде молочный желездегі ішіндегінің бәрі жоғалып кетті. Сонда бірақ қана не болар болмас бір нәрсе тұр. Ол аздай. Жаңа айтқанымдай, жаңағы өтімде тас бар. Өттегі тас деген вообще алынбайтын нәрсе деп осы жұқтың бәрі бірнастыларды. Ол болмайды, операцияда операция. Мен де біраз енді өмір сүрген адам 59-60-қа кеттім мен мысалы. Денсаулық деген азаяды ғой. Бізде көнеріп жатырмыз. Мына өттің тасы деген кетпейді. Ол ешқашанда ерімейді. Еріген деген немене операция еді. Сонымен өтімді алып тастасам, бір органымды алып тастағандай болдым. Сондықтан да көрейін енді бұл нені бауырдың гипалайнды ішіп көрейін деп, оның да 3 упаковкасын іштім. Результаты 3 сантиметр, 28-де 9, 3 сантиметрлік тасым қазір 1,8 болды. Почти 1 сантиметрге азайды. Енді басқа. Талабым сол, енді әрнан қарай осы гипалайн мен магний водородты араластырып ішіп, осындай результаттар не қылған операциясыз өтімді алмай, органымды жақсы болып кетем ба деп отырмын. Сондықтан да өздеріңіз біліңіздер, менің өзімнің айтқан ненің бәрі осы мына документально көрініп тұр. Мына қыздарға да көрсетіп жатырмыз, результатты отличный. Жақсы результатқа не қылып жатырмыз, көріп отқандай. Сондықтан да сіздерге де айтатыным, тауып жатырмыз, ішіп жатырмыз, жеп жатырмыз, бәрі тамақпен де кетіп жатыр ғой. Өздеріңіз денсаулықтарыңызға қараңыздар, өздеріңіздің денсаулықтарыңды қадірлеңіздер, өздеріңізді шамалда болса жақсы көріңіздер. Ақша деп жүріп, осы өмірден қанша адам кетіп жатыр мысалы. Сондықтан да өздеріңізге үлкен болыңыздар, мына Дандалайн компаниясына кіріңіздер, аз болсын, көп болсын, кішкентай болсын, бір түйірден болсын, шамалда болса денсаулықтарыңызды түзеңіздер. Рахмет. То есть өнімді ішуге шақырамыз да?